Бәріне сәлемсіңдер, мен Зексер, және де бүгін мен Skywars ойнаймын. Skywars'та мен 5 ойынды жазған едім. 5 ойында ешне болмайды, мен сонда ешне істеген жоқпын. Сендер үшін ғана 5 ойын түсірген едім, және де бүкіл тақырыптар бойынша сол ойында түсіреміз. Кеше бір дүйсенбі күні видео шықпай қалды, кешіріңдер, өйткені менде видеода дауыспен эхо пайда болған, және де ол эхо маған өте жаман кедергі жасаған, сол үшін видео пайда болған жоқ. Мен кешірім сұраймын сендермен. Мен енді видеоны бастай берейін. Кеттік. Видео басталмас бұрын сендерге гәстке заттен каналды қайтанды ұсынғым келеді. Сендерге ұнайды деп ойлаймын, каналы жазылып кетуді ұмытпаңдар. Оның бүкіл описанияда болады ссылкасы, және де кіріп жазылып ұмытпаңдар. Мен видеоны бастайын. Кеттік. Міне біздің бірінші ойынымыз басталды. Сендерге ұнайды деп ойлаймын. Енді жалғастырайық. Нормал модта ойнап жатырмын мен. Менде кішкене интернет қатты қалды. Міне все бәрі жақсы орнына келді. Мен бағана айтқандай, менде кішкене қиыншылықтар түсті видеода, өйткені 5 катка жазу қиын деп айтуға болады, бірақ олай да айтуға болады қиын деп. Мен мына жақта центрға секіріп жеттім, өте жақсы. Енді арқалай бара берейік. Және де мен сізге айтып шығайын деген мен конкурсын туралы. Мен 500 подписчик болғанда оны істеймін, және де солай. Және де мен лицензия ешкімге бере алмаймын. Лицензия қымбат тұрады. Сіз мен жазылыңдар, жазылмаңдар, дизлайк, лайк, өздерің білесіне қоясыз, бірақ мен сізге лицензия ешқалай бере алмаймын. Және де орысша, русскоязычным людям, енді мен оларға айтатыным, қазір орысша айтып жүрейін. Вы пришли на мой канал, я снимаю на казахском языке. И если вы хотите понять, о чем я говорю, лучше изучите казахский язык. Или уходите с моего канала. Я не буду снимать на русском языке или подобие чего-то такого. Я знаю русский язык хорошо. И вот так вот. Но я приступаю говорить на своем родном казахском языке. Енді мен айтып шықтым, мен орысша түсірмеймін. Арғалайда, өйткені орысша түсірген ешқандай неге келмейсіңдер, ешқандай каналыңызды ешқандай жолмен дамыта алмайсыз. Қазақша түсірген ол өте пайдалы, өйткені сіздің каналыңызға көп жазылады, көп адам сендерді түсінеді, және мен өзімнің туған тілімді жақсы көремін. Сол үшін мен қазақ тілінде түсіремін. Енді солай да болады. Бірақ мен бұлай істеген, мен осы жолдары немесе осы жұма немесе келесі жұма бізде 29-нан бастап демалыстар, бір жұма өздерің білесіңдер. Және немесе бір жұмада өзіме жұмаға осы 1-ші тоқсан бітет, және демалыстар басталғанда, біз екінші ойында енді осы күн айтып шығамыз, кеттік. Міне екінші ойымыз басталды, енді жалғастырайық не туралы сөз атқанымызда. Мен өзім екінші канал туралы сөз атқанмын, айтып атқанмын. Мен өзім екінші канал ашамын, демалыс басталған кезде. Сонда мен әртүрлі ойындар бойынша стримдар істеймін, және осы каналда да стримдар өтеді. Соған кіріп кетуге ұмытпаңдар. Ол көбінесе суббота немесе воскресеньеда болады. Сағат 6-да немесе сағат 2-де. Өйткені сол уақыттар маған өте жақсы келеді, өйткені сол кезде демалып та тұрам, шаршамаймын. Осы суббота мен воскресенье бізде стримдар болып шықты. Енді соны өздерің көрдіңдер, кім болды, және де үлкен рахмет айтамын, кім қатысты сол стримға, кім маған донат берілатырды, бір адамға донат алатырды. Солай. Енді арғалай бара берейік. Конкурс туралы айтайық. Мен ешкімге лицензия бермеймін, конкурста емес. Сендер менен кейбір адамдар лицензия сұрайды. Мен лицензия ешкімге бере алмаймын, өйткені лицензия қымбат, және де мен сендерге беретінде ешқандай себеп те жоқ. Сендер мен каналыма жазылдыңдар, рахмет. Бірақ ол үшін мен сендерге ешқандай лицензия беруге міндетті емес. Бірден айтып қояйын, солай. Және де арғалай бара берейік. Мен өз каналымда клен осы Майнкрафт қана түсіремін, және болашақта шығар тағы да басқа ойындар түсіруім де мүмкін. Және де ойын бітқалады қазаны, өткені бізге секретінде шығар анау. Сол мән аударма қойық енді. Конкурста бізде 5 лицензия болады, және де осы конкурс болған видеода, келесі видеоға кетейін, келесі ойынға кетерейік, сонда бәрін айтайын.
міне ойынымыз басталды, иә. Және де немесе не қайтайын, мен ойымды жинап алайын, бағана не айтқанымды есіме түсірейін. Иә, бағана мен айтып аттым, конкурс болып атқанда, конкурс туралы, иә. Мен конкурсымда сол видеода, мынау видеода емес, сол видеода конкурс болатын, иә. Және де мен сізге бірден айтып қояйын, конкурс болатын видео бірден шықпайды, иә. Түнде 500 подписчик жиналады, мен сол күні шығара алмаймын, немесе түнде шығара алмаймын, иә. Немесе таңертең. Мен көрем қандай күн болатын және қалай мен жағдайым келе ме келмей ме екені. Және де соған қараймыз, иә. Енді жалғастыра берейік. Сол конкурста, сол видеода, сол конкурс болатын видеода, иә, 500 подписчик болғанда, енді қайталай берем, өйткені түсінбейтін адамдар бар. Иә, мен сондайды да білемін, және олар сұрақ қоя береді. Иә, және де айтып шығайын. Сол конкурста мен сіздерге айтайын дегенім, сендер ұтып ала аласыңдар өзіңіздің лицензия Майнкрафттарында, иә. Сендер кейбірлерін ұта аласың, кейбірлерін ұтып ала алмайтындар шығарсыңдар. Мен білмеймін. Ол бүкілін мен стримда көрсетем, рандомайзер арқасында, иә. Иә, бүкіл соны көрсетем, сендерге ұнайды деп ойлаймын. Иә. Және сол видеода 150 немесе 200 лайк жинаса, мысалы 150-100 лайк жиналса, бізде 10 сыйлық болады, 10 лицензия Майнкрафт. Иә. Мен жиындым, енді келесі ойынға кетейік, сонда бәрін тағы да айтып беремін. Осы бітпей қойды ғой. Міне біз 3-ші немесе 4-ші ойынымыз басталды, мен білмеймін, иә. Енді жалғастыра берейік. Енді айта берейін сендерге, мен тамам ор кетті. Айта берейін. Қазір ойымды жинап алайын. Иә, болды. Иә, осы сол конкурста бізде 100 немесе 200 лайк жиналса, немесе 300 лайк жиналса, иә, 100 лайк, 150 лайк, немесе 199 лайк болса, иә, бізде 10 сыйлық болады. 200 лайк болса, иә, бізде 20 сыйлық болады. 20 лицензия Майнкрафт деп айта алмаймын, бірақ 10 лицензия Майнкрафт болады, және де тағы да бір қандай 10 сыйлық нетем сыйлаймын, иә. Ол оформление да болуы мүмкін, немесе реклама да болуы мүмкін мен каналымда. Және де солай, немесе мен бірге видео совместно түсіру да болуы мүмкін, иә. Солай да болуы мүмкін, иә. Солай 20 сыйлық, 300 сыйлық болғанда 30 сыйлық болады, 300 лайк болғанда 30 сыйлық болады, иә. Кешірнесіне шатастырып жүрген шығармын кейбірлерінде, бірақ солай, иә. Енді жалғастыра берейік. 300 лайк болса 30 сыйлық болады, 1000 лайк болса 100 сыйлық болады деген, солай көтеріле береді. Өздеріңіз түсінесіз деп ойлаймын. Иә, солай көтеріле береді. Бірақ мен 100 сыйлық болу деп айта алмаймын, иә, нақты, бірақ солай да болуы мүмкін. Бірақ мен таңғалатын едім, анда 1000 лайк жиналса, иә, өте таңғалатын едім. Өйткені мен каналым бір рет 1000 лайк жинаған жоқ. Ол өте қиын болатын шығар мен каналыма. Бірақ мен каналымда көтерілуді жақсы мүмкін. Мен осы күндері біреумен совместно түсіретінде шығармын, немесе түсірмеуінде мүмкін, иә. Бұранта ютубермен тағы да совместно түсіремін. Аско сияқты, немесе Шелзи, Нота, тағы да басқалары сияқты, иә. Иә, жалғастыра берейік. Өйткені совместно түсіргенде сен каналына да біреу келуді мүмкін, иә. Иә, солай, енді жалғастыра берейік. Енді мен каналым көп түсіріп келе жатыр, мен де видеоны, менде каналымда 24 немесе 20-дан астам видео шықты, ол өте көп мен үшін, өйткені мен әрбір видеоны істеу үшін өте көп күш кетіретінмін, 1-2-3 сағаттай отыратынмын. Міне мен осы 3 катканы жазғаным, ол 2 сағаттай өтті, өйткені кейбір кездерде қиын болады жазуға, немесе кейбір кездерде мен жай жазбай ерінемін, солай, мен және қазір шаршап тұрмын, қатты кешке қарай жазып жатыр, мен қазір бір 4-5 сағаттан кейін тұру керек маған. Мен түнгі неше сағат қазір қарай, сағат түнгі 2. Мен түнгі 2-де бәрін жазып жатырмын сендерге ерте шығару үшін, және мен қазір еще монтаж істеймін оған. Мынада көп монтаж болмайтын шығар, өйткені мен сөйлегенде бәрін дұрыстап айтамын, бәрін нақты, өйткені мен көп жерлерін кесуге де керегі жоқ, өйткені мен тоқтаусыздан сөйлеймін. Ол маған өте қиын деп айтуға болады, бірақ та солай. Және де кейбір кездерде мен даусым видеоның үстінен болады, видеоның үсті жағынан. Өйткені мен кейбір кездерде видеоның даусын жаман жазам, және де солай. Мен ана видеода даусын үстіне қоя алмағаным, өйткені менде анда даусымен бір қандай нелер болған, және мен оны өшірсем, рендер кезіне қайттан қосыла береді. Мен оны Vegas Pro мен бүкілін істе көргем, Filmora деген тағы да программа бар, сонымен істе көргем, және көптен солай қиыншылықтармен туғызды, және мен одан шаршап, жай бір жаңадан каткалар бүгін жазып алайын дегенмін. Солай. Енді осы катка ұзақ шығып жатыр, енді тағы да айта бере алам. Шаршап кеттім. Жалғастыра берейік. Тағы да
Мен каналым енді дамып келе жатыр. Мен Тумка деген адамнан да осындай реклама сатып алғам. Ода маған 100-ден 200-дей подписчиктер келді, өйткені ол өте көп. Менде ана жолдары 130-ға подписчик болады. Мен қазір қарап жатқанда менде 370 немесе 81 нәрсе. Ол өте көп менің каналыма тез жиналды. Рахмет айтам сендер келіп жатқандар да менің каналыма жазылып. Орыстар да келіп жатыр, қазақтар да келіп жатыр, иә. Сендер осы видеода көп лайк жинасаңдар, иә, және де мен сенден сұрайды дегем, мен каналымда бір орысша видео түсірейін ба, түсірмей қояйын ба, иә. Бірақ ол видео сендер айтсаңдар да, айтпасаңдар да, 100 видеодан кейін, 10 видеодан кейін, 2 видеодан кейін да шығуда мүмкін. Немесе сендер маған айта аласыңдар, Айдос, немесе Зексер, мен атым Айдос, сендер, мен 15-темін, Астана қаласында тұрамын. Бірден айтып қояйын сендерге, өйткені мен стримда оны көп жауап сұрақ қойып жатқан, және де солай. Иә, мен сендерге айтып кетейін. Және де қазір мен оны жарайын, және де сендерге айтып кетейін тағы да. Қазір әр шадың шайсақ. Жалғастыра берейік. Иә. Былай айтасың, Зексер орысша видео, бір видео түсір. Иә, өткені сондай видео түсірсем, олар маған орыстарда кішкене жазылады. Жазылғанымен олар маған енді просмотрда көбейтеді, каналдағы активті бәрінде көбейтуі да мүмкін. Мен жеңдім, енді келесі ойынға кетіп қанда бәрін айтайын. Міне біздің ең соңғы 5-ші ойынымыз келді, иә. Және де тезірек айтып шығайын. Сендер мен өз каналымда 1 болса да, 2 болса да, 3 болса да, 4 болса да орысша видео түсірсін десеңдер түсіремін, иә. Және де одан көп просмотр жиналып жатса, мен оны жалғастыра беремін түсіруге. Немесе басқа канал ашам, иә. Және сонда мен сол жақта да сеуімді мүмкін сондай видеоларды, иә. Өйткені мен өзімнің тіл байлығымды дамытқым келеді. Бірақ мен бұрында орысша түсіретінмін, иә. Және мен орыс тілін кішкене жақсы болса да дамытып алдым өзіме. И солай, иә. Енді қасынан өлтіріп кетеміз. Қиын болып жатыр, шын айтсақ. Мен дауысы бойынша естілмей жатқан шығар, мен даже басқанымда естіп жатқан жоқ шығар. Өйткені мен Audacity деген программа бар, иә, және мен сонымен даусымды обработкадан өткізем. Және де сол арқасында мен кішкене етемін, бірақ ол өте ұзақ уақыт алады. Мен осы жақында солай істейтін де шығарым, көреміз. Иә. Бірақ кейбір адамдар обработканы қисық істейді. Сендер олардың дауыстарын естіп жатсаңдар, мынандай мынандай болатын шығар олардың дауыстары. Қазір 1, 2, 3. Бәріне енді осы айта қояйын, осындай болатын да шығар. Иә. Қазір мен енді арғылары жалғастыра берейін. Енді даусым бағанадай болды. Өйткені олар обработканы дұрыстап та істеу білмейді деуге болады. Олар дұрыстап бүкіл настраивать етіп білмейді. Эхоподавление, шумоподавление, сондай шылчок, мыналарды өшіруді олар дұрыс істемейді. Бірақ олар түсінікті, өйткені оны бүкіл істеу өте қиын деп айтуға болады, өте қиын, ұзақ уақыт алады. Оны бүкіл қайта нету, иә. Енді жалғастыра берейік. Мен 3 килл істедім, 3 ойыншы қалды, 3-шінің біреуі менің, иә. Және де мен каналыма жазылып, лайк басып ода ұмытпаңдар. Иә, және де осы бана реклама болды, бір пацанчикта, иә, газ деген қайтан айтайын сендерге. Ол да пацанчикқа жазылып кеттім, өйткені ол мен жақсы братишкам, иә. Және өз братишкамда мен рекламаны да тегінде сепере алам, өйткені ол мен братишкам, иә. Солай. Енді жалғастыра берейік. Иә. Тағы да. Тағы бүкіл заттайды айтатынды айтып бердім. 5 катка керек болды, және оны бүкіл 15-16 минут болған шығарда. Және де ең соңғы ойыншы, біз оны өлтіреміз, жинеміз. Енді қоштасуға кеттік. Иә, кеттік. Міне біздің 5 ойынымызда бітті, сенге ұнады деп ойлаймын. Енді мен каналыма жазылып тіркеліп қайттымды ұмытпаңдар. Және кешіріңдер, мен ВК парақшамды кішкене өзгерткенмін, ссылкамды. Және де мен бүкіл видеороликтардың астында бәрін өзгертіп шықтым қайттан. Енді сіне мен ВК-ма да кіре аласың, мен білмесеңдер, мен дизайнермін, жақсы дизайнермін. Мен бірақ қазір 3D сондай нелер істемеймін, прайс-лист алған жоқпын оларды. Өткені мен жалқы алмын, мен оларды алған жоқ, бірақ мен қазір мультишапка, ава соның бәрін істеймін. Және қымбат деп айтулар мүмкін, бірақ ол өзінің ақшасын тұрады, иә. Енді мен өзім қоштасам, сау болыңдар, иә, сау болыңдар.